Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Ақбота балабақшасының консультациялық пунктіне қош келдіңіздер. Отбасы мен тәрбиеленуші әлеуметтік педагогикалық қолдау көрсету мақсатында балабақша жанындағы ата-аналардың қажеттілігін ескере отырып, балаларды балабақшаға қамтылмаған балалардың ата-аналарына арналған консультациялық пунктінің жұмысын назарларыңызға ұсынамыз. Консультациялық пункт мамандары мектепке дейінгі ұйымға бармайтын ата-аналарға балаларын тәрбиелеу, оқыту және дамыту мәселелері бойынша кеңес беруге және әдістемелік көмек көрсетуге әрқашанда дайын. Атақты педагог Сухомлинский айтқандай, балалардың тілі саусақтың ұшында, неміс философы Иммануил Кант көз алдына түскірмей дегендей, біздің мамандар ата-аналарға және балаларына көмек көрсетуге дайын. Содан сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Сәлеметсіздер ата-аналар, балапан, қош келдіңіздер біздің консультациялық пунктке. Біздің мамандар сіздерге кеңесуге дайын әрдайым. Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана? Сәлеметсің бе, балағай? Қош келдіңіздер. Менің балам балабақшаға бармайды, мектепке дайын ба, дайын емес пе білейін деп келіп едім. Рахмет ата-ана біздің консультативті пунктке келгеніңізге. Баланың мектепке дайындығын осы логикалық ойын арқылы білсек болады. Балақай, қарай қойшы суреттерге мұқият. Және де мына жақта жануарлар берілген. Сен таба қой, қай жануар қандай тамақтармен қоректенеді. Кәні қыстырғышпен жануарларды өз қорегін тауып қыстыра қой. Дұрыс сөйлеу үшін ең бірінші дұрыс демалуды үйренуіміз керек. Ол үшін мұрынмен терең демалып, ауызбен үрлейміз. Кәне үрлей қойшы. Ал денсаулық зор байлық демекші, балалардың денсаулығы мықты болып, дене бітімі әсем болып өсуі үшін біздер жаттығулар жасатамыз. Бұл жаттығулар балаларға өте пайдалы. Соның бірі жалпы дамыту жаттығулары. Құрметті ата-ана, енді бізге осылай бақытыңыз болып кеттіңіз, балаларыңыз бақытты болсын, мектепте озат оқушы болсын, солай ма? Жақсы, рахмет, сау болыңыз.